Қарттар үйінің қызметкерлері Жамал әжені сыйлайтын. Оның ешкімге ауыр сөз айтпайтынын, артық нәрсе сұрамайтынын білетін. Алайда соңғы айларда әженің мінезінде бір өзгеріс байқалды. Ол жиі алаңдайтын болды. Терезеден сыртқа ұзақ қарайтын. Біреуді күтіп отырған адамға ұқсайтын. Көңіліндегі ауыр ойды байқамау мүмкін емес еді. Бір күні әлеуметтік қызметкер Айдана әженің жанына келіп отырды. Жас қыз бұл мекемеде көптен бері жұмыс істейтін. Қарттардың тағдырына бейжай қарамайтын жүрегі жұмсақ жан болатын. Әже, соңғы уақытта мазасызданып жүрсіз. Бір жағдай бар ма? Жамал әже терезеден көз алмай біраз отырды. Артынша баяу үн қатты. Бар қызым. Жүрек тыныш болмай жүр. Бір нәрсе қажет болса айтыңыз. Маған ештеңе керек емес. Маған бір адам керек. Айдана үнсіз қалды. Кімді іздеп жүрсіз? Жамал әже қолындағы суретті сипап өтті. Ұлымды. Айдана суретке қарады. Сурет ескі болғанмен, адамдардың жүзіндегі бақыт анық көрініп тұрды. Ұлымыз келмей ме? 10 жылдан асты. Көргенім жоқ. Айдананың жүрегі шімете қалды. Хабарласып көрдіңіз бе? Көп іздедім. Кейін тағдыр әркімді әр жаққа алып кетті. Әже сөзін қысқа қайырды. Бірақ оның көзіндегі мұң әлдеқайда көп нәрсені айтып тұрған. Сол түні Жамал әже ұйықтай алмады. Терезеден түскен ай сәулесі бөлме ішін бозғылт жаққа бөлеп тұрды. Әже баяу орнынан көтерілді. Сандықтың түбінде сақталған хаттарды алды. Қағаздар сарғайып кеткен. Әр хаттың ішінде бір кезеңнің ізі қалған. Бірі қуанышқа толы, бірі өкінішке толы. Сол хаттардың арасынан бір қағазды бөліп алды. Онда мекенжай жазылған еді. Жылдар бұрынғы мекенжай. Жамал әже қағазға ұзақ қарады. Мен бармасам болмайды, балам. Бұл сөзді ол өзіне айтты. Таңата қарттар үйі әдеттегі тіршілігіне кіріскен шақта Жамал әжені ешкім таба алмады. Қызметкерлер бөлмелерді қарап шықты. Асхананы тексерді. Ауланы аралады. Бірақ әже жоқ болатын. Айдананың жүрегі бірден секем алды. Үстел үстінде кішкентай ғана жазба қалыпты. Мені іздемеңдер. Бір адамды көруге бара жатырмын. Қарттар үйінде абыр-сабыр басталды. Басшылық полицияға хабар берді. Қала бойынша іздеу жарияланды. Ал сол уақытта Жамал әже ескі автобустың терезесінен сыртқа қарап келе жатқан еді. Оның жанында шағын сөмке ғана бар. Ішінде бір ауысым киім, бірнеше хат және сол ескі сурет жатыр. Жол ұзақ болатын. Әже барған сайын өткен өміріне жақындап бара жатқанын сезді. Осы сапар оның соңғы сапар болуы мүмкін екенін де түсінетін. Бірақ жүрегінде қорқыныш жоқ еді. Жүрегінде тек бір ғана тілек бар болатын. Ұлын көру. Бір рет болса да көру. Бір рет болса да оның көзінен өз бейнесін көру. Автобус қала сыртындағы жолға шыққанда Жамал әже көзін жұмды. Ал оның жадында жарты ғасыр бұрынғы оқиғалар қайта тіріле бастады. Автобус тербеле алға жылжыған сайын Жамал әженің ойы өткен күндерге қарай жетелей берді. Бір кездері оның өмірі де көпшілік қызығатындай бақытқа толы болатын. Жолдасы Ержан ауылдағы сыйлы азаматтардың бірі еді. Екеуі ұзақ жыл перзент сүйе алмай жүріп, ақыры бір ұлды болды. Сол күннен бастап олардың шаңырағына шаттық орнаған. Ұлдарының атын Самат қойып, бар мейірімін соған арнады. Самат зерек болып өсті. Мектепте жақсы оқыды. Үлкендерді құрметтеді. Анасына ерекше жақын еді. Жамал әже сол күндерді еске алған сайын жүрегі елжірейтін. Баласының кішкентай кезінде етегінен ұстап жүретін сәттері көз алдынан кетпейтін. Ұлының әр жетістігі оған үлкен қуаныш сыйлайтын. Ана үшін баласының амандығынан артық бақыт жоқ екенін сол кезде анық түсінген. Бірақ өмір бір қалыпта тұрмайды. Самат 17 жасқа толғанда Ержан кенеттен дүниеден өтті. Отбасының тірегі кеткен соң бар жауапкершілік Жамалдың иығына түсті. Ол күндіз түні еңбек етті, ұлын оқытты. Қатарынан қалдырмауға тырысты. Өзінің қажығанын білдірмеуге күш салды. Баласының болашағы жарқын болса болғаны деген оймен өмір сүрді. Самат жоғары оқу орнына түсіп, қалаға аттанған күні Жамал әже бір жағынан қуанды, бір жағынан көңілі босады. Ұлы үлкен өмірге қадам басқан еді. Алғашқы жылдары Самат жиі хабарласып тұрды. Әр демалыста ауылға келіп, анасының қасында болатын. Үйдің іші қайтадан күлкіге толып,
сағыныш тарқап қалатын. Жамал әже бәрі осылай жалғаса береді деп сенді. Уақыт өте, Самат қызметке орналасты. Қалада тұрақтап қалды. Кейін шаңырақ көтерді. Жамал әже келіннің ақылды, сабырлы болғанын қалады. Алғашқы кездесулерде бәрі жақсы көрінді. Жас отбасы өз тіршілігін бастап, өмірдің жаңа кезеңіне өтті. Ана жүрегі ұлының бақыты үшін шын қуанды. Бірнеше жылдан соң арадағы байланыс баяу сирей бастады. Самат бұрынғыдай жиі келе бермейтін болды. Телефон қоңыраулары азайды. Ал Жамал әже әрдайым ақтап алуға тырысатын. Қызметі көп шығар, уақыты жетпейтін болар деп ойлайтын. Ананың жүрегі баласына кінә тағуға асықпайды. Қандай жағдайда да баласының жақсы жағын іздейді. Бір күні Самат ауылға келді. Бірақ бұл жолы оның жүзінде бұрынғы жылылық байқалмады. Әңгімесі де қысқа болды. Үй ішінде түсініксіз бір салқындық сезілді. Жамал әже ұлының жанын мазалап жүрген нәрсені сұрауға батылы жетпеді. Өйткені кей сұрақтың жауабы жүректі ауыртатындай көрінді. Күздің бір кешінде Самат анасына қалаға бірге көшуді ұсынды. Жалғыз тұру қиын екенін, денсаулығына алаңдайтынын айтты. Жамал әже алғашында келіспеді. Бұл үйде оның бүкіл өмірі қалған еді. Ержанның ізі бар. Саматтың балалық шағы өткен. Әр бұрышында естелік жатқан шаңырақты тастап кету оған оңай соқпады. Алайда уақыт өте, ұлының сөзіне көнді. Үй сатылды. Жамал әже қалаға көшті. Басында бәрі жақсы болды. Немерелерінің ортасында жүрді. Ас дайындады. Үй шаруасына көмектесті. Өзін отбасының толық мүшесі ретінде сезінді. Бірақ арада көп өтпей, жағдай өзгере бастады. Келіні оның әр ісінен кемшілік табатын болды. Ас тұзды болып кетсе де, тұзсыз болса да көңілі толмайтын. Жамал әже үнсіз қалатын. Ұрыс шықпасын деп барынша сабыр сақтайтын. Өйткені ол ұлының отбасына салмақ түсіргісі келмеді. Самат та өзгерген еді. Бұрынғыдай ұзақ сөйлеспейтін. Анасының жанында аз отыратын. Жұмыстың қамымен жүретін. Көп нәрсені байқамағандай көрінетін. Ал Жамал әже баласының жүрегіне ауырлық салмауды ойлап, ішіндегі ренішін жасырып келді. Бір күні ол түн ішінде су ішу үшін ас үйге шықты. Сол сәтте көрші бөлмеден өзіне қатысты әңгімені естіп қалды. Әр сөз жүрегіне ине болып қадалды. Келіні оның бұл үйде артық адамға айналғанын айтып отыр екен. Самат ұзақ үнсіз қалған. Сол үнсіздік Жамал әжеге кез келген сөзден ауыр тиді. Өйткені кей жағдайда үнсіздік адамның ойын анық көрсетіп береді. Сол түннен кейін әже қатты өзгерді. Бұрынғыдай көңілді жүруге тырысқанымен, жүрегіндегі жара тереңдей түсті. Ол ешкімге өкпе айтпады, ешкімді кінәламады. Тек өз бөлмесінде жиі ойланып отыратын болды. Өмір бойы өсіріп жеткізген ұлының жүрегінен алыстап қалған сезіну ана үшін ең ауыр сынақтардың бірі еді. Көп ұзамай Самат анасына қарттар үйі туралы сөз қозғады. Мұны уақытша шешім ретінде түсіндіруге тырысты. Денсаулығы жақсы қаралады, арнайы мамандар болады, жалғызсырамайды деп сендірді. Жамал әже ұлының жүзіне ұзақ қарады. Оның көзінен баяғы бала Самат іздеді. Бірақ алдынан шаршаған, өмірдің қарбаласына жытылған бөтендеу адамды көрді. Сол күні ол қарсыласқан жоқ, айқайлаған жоқ, жылаған жоқ. Пек үнсіз келісті. Самат мұны түсіністік деп қабылдады. Ал шын мәнінде бұл ананың шарасыздығы еді. Кейде адам ең қатты ауырғанда дауыс көтермейді. Жүрек үнсіз сынады. Қарттар үйіне келген алғашқы күні Жамал әже терезе алдында ұзақ отырды. Алдыда адамдар жүр. Біреулер сөйлесіп отыр, біреулер кітап оқып отыр. Бірақ ол өзін сол ортаға жат сезінді. Өйткені оның жан дүниесі басқа жерде қалған еді. Оның жүрегі әлі де баласының үйінің табалдырығында тұрған. Арада айлар өтті, жылдар өтті. Самат алғашында келіп тұрды. Кейін арас сиреді. Кейін мүлде тоқтады. Жамал әже әр келген көліктің дауысынан үміттенетін. Әр ашылған есікке қарайтын, әр мереке сайын күтетін. Бірақ күткен адам келмеді. Солай 10 жылдан астам уақыт өтті. Ал бірнеше күн бұрын күтпеген жерден Жамал әженің қолына бір хабар жеткен еді. Сол хабар оның бүкіл тыныштығын бұзды. Ұзайзақ жыл жоғалған үміт қайта оянды. Сондықтан ол
қарттар үйінен шығып кеткен болатын. Автобус аудан орталығына тоқтағанда, Жамал әжеже ауыр күрсініп сыртқа шықты. Ұзақ жол оның бейнесін шаршатқанымен, жүрегіндегі үміт әлсіреген жоқ. Сөмкесін қолына ұстап, аялдама жанындағы орындыққа жайғасты. Аспанды сұр бұлт торлаған, самал желбетке соғып тұр. Бірақ әженің жан дүниесінде ауа райынан да ауыр ойлар жиналып қалған еді. Бір апта бұрын қарттар үйіне күтпеген хат келген болатын. Хаттың сыртында белгісіз адамның аты жазылған. Ішіндегі бірнеше сөйлем ғана Жамал әженің тыныштығын бұзған еді. Онда Самат туралы маңызды мәлімет бар екені және тез арада келуі қажет екені көрсетілген. Хат иесі өзінің кім екенін толық ашпаған, кек бір мекенжай қалдырған. Сол қысқа ғана хабар әже жолға шығарған болатын. Жамал әже хатты қайта-қайта оқыған сәттерін есіне алды. Әр сөзден үміт іздеді. Ұлы өзін іздеп жүрген шығар деп ойлады. Бәлкім бір қиындыққа тап болған шығар. Бәлкім өкініп жүрген шығар. Ана жүрегі соңғы деміне дейін баласынан жақсылық күтуден танбайды. Жылдар бойы үнсіз қалған адамға да ақтау таба алады. Аялдамадағы адамдардың арасынан бір жас жігіт өтіп бара жатты. Қолынан кішкентай қыз ұстап алған. Қыз әлденені айтып күліп келеді. Әкесі оның әр сөзіне ықыласпен жауап беріп барады. Сол көріністі көргенде Жамал әженің жүрегі шымырлап кетті. Ол Саматты дәл осылай жетектеп жүрген күндерін есіне алды. Адамның өміріндегі ең қымбат сәттер өтіп кеткен кезде ғана олардың бағасы тереңірек сезілетінін түсінді. Бір кезде ол өзіне маңызды бір сұрақ қойды. Егер Самат шынымен алдынан шықса, не айтады? Ренішін айта ма? Жылдар бойы күткенін айта ма? Әлде үнсіз құшағына баса ма? Осы сұраққа жауап іздеген сайын жүрегі жұмсара берді. Өйткені ана махаббатының табиғаты өзгеше. Ол есеп жүргізбейді. Өткенді таразламайды. Кек жақсы көруді біледі. Жамал әже жолын жалғастырды. Хаттағы мекенжай ауданнан бірнеше шақырым қашықтағы шағын ауылға тиесілі екен. Таксиге отыруға ақшасы жетпеген соң, жаяу жүруге бел буды. Асықпай жүріп келеді. Жол бойындағы ағаштар сарғайып тұрған. Әр жапырақ оған уақыттың қалай зулап өткенін еске салды. Кеше ғана Самат кішкентай бала еді. Бүгін оның өзі қартайып кеткен. Жол үстінде ол шағын дүкенге кіріп су сатып алды. Дүкен иесі егде әйелдің жалғыз жүргенін байқап, қайда бара жатқанын сұрады. Жамал әже қысқаша жауап берді. Бірақ әлгі әйелдің келесі сөзі оның жүрегіне ой салды. Ол: адам өмір бойы үй іздейді деп ойлайтынмын. Кейін түсіндім. Адам өмір бойы өзін күткен жанды іздейді екен, деді. Жамал әже сыртқа шыққан соң осы сөзді ұзақ ойлады. Күн еңкейе бастағанда ол хатта көрсетілген ауылға жетті. Ауыл шағын екен, көшелері тыныш. Адам аз көрінеді. Жамал әже қағаздағы мекенжайға қарап, бір үйдің алдына келді. Ескі қоршау, қарапайым аула, терезелері жабық. Бұл жерден оның тағдырын өзгертер жауап табылатынына сену қиын еді. Ол есікті баяу қақты. Біраз уақыттан соң жасы 50-лер шамасындағы ер адам шықты. Ер адамның жүзінде таңданыс байқалды. Ол әжеге ұзақ қарап тұрды. Артынша көздері жасаурап кеткендей болды. Жамал әже мұндай реакцияны күтпеген еді. Көңілі алай-дүлей күйге түсті. Сіз Жамал апайсыз ба? Иә, балам. Ер адам терең тыныс алды. Мен сізді көптен бері іздеп жүрмін. Бұл сөзді естігенде әженің жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол бірден Самат туралы сұрады. Ер адам басын төмен түсірді. Бір сәт үнсіздік орнады. Сол үнсіздік Жамал әжеге бір жамандықтың белгісіндей сезілді. Үйге кірген соң, ер адам өзін Нұрлан деп таныстырды. Ол кезінде Саматпен бірге жұмыс істеген екен. Үстел үстіне ескі папканы қойды. Құжаттардың арасынан сарғайған бірнеше хат пен суреттер шықты. Жамал әже суреттерге көз жүгіртіп отырғанда, кенет өзінің жас кезіндегі бейнесін көріп қалды. Бұл суреттердің Саматта сақталғанын білмеген еді. Нұрлан әңгімесін баяу бастады. Оның әр сөзі Жамал әженің жүрегіне салмақ түсіріп отырды. Саматтың соңғы жылдары қиын кезеңдерді бастан өткергенін айтты. Отбасында түсініспеушіліктер болған. Денсаулығы да сыр берген. Бірақ бәрінен ауыр болғаны оның ішкі өкініш екен. Нұрланның айтуынша,
Самат анасын жиі еске алған. Жамал әже көз жасын әрең тежеді. Ұзақ жыл бойы күткен бір ауыз сөзге зар болып келген. Ал қазір баласының өзін ұмытпағанын естіп отыр. Бірақ оның жүрегінде қуанышпен қатар қорқыныш та пайда болды. Неге Самат өзі келмеді? Неге хатты басқа адам жазды? Неге бәрі осылай кешігіп жатыр? Нұрлан орнынан баяу көтерілді. Терезеге қарап біраз тұрды. Оның жүзіндегі мұң Жамал әженің көңіліне ауыр күдік ұялатты. Артынша ол үстел тартпасынан қоңыр конверт алып шықты. Конверттің сыртында бір ғана сөз жазылып тұр екен. Анама. Жамал әженің қолы дірілдеп кетті. Ол конвертке ұзақ қарады. Көз алды бұлдырап бара жатты. Өйткені бұл сөзді ол 10 жылдан астам уақыттан бері естімегендей еді. Сіз кеткен соң үй үлкен болып қалды. Бұрын байқамаған дүниелерді байқай бастадым. Немерлер сіз туралы сұрайтын, сіздің дайындаған тағамдарыңызды сағынатын. Үйдің ішінде бір жылылық жетіспейтін. Бірақ мен бәрібір өзімді алдап жүрдім. Бір күні барамын, бір күні алып келем деп уақытты өткізе бердім. Уақыт болса, ешкімді күтпейді екен. Жамал әже көз жасын сүртті. Оның жүрегінде реніштен гөрі өкініш басым еді. Егер адам бір қателік жасаса, оны түзетуге мүмкіндік берілу керек. Өкінішке қарай, көпшілік сол мүмкіндікті кеш байқайды. Өмірдің ең қатал сабағы да осында. Нұрлан баяу сөз бастады. Оның айтуынша, Самат соңғы жылдары жалғыз қалыпты. Отбасында үлкен өзгерістер болған. Балалары бөлек кеткен. Өмірінің көп бөлігі жұмыспен өткен адам бір күні үйіне оралғанда жалғыздықпен бетпе-бет қалған. Сол кезде анасының қадірін бұрынғыдан да керең түсіне бастапты. Жамал әже үнсіз тыңдап отырды. Өмірдің заңдылығы қызық еді. Жас кезде адам ата-анасының алақанын қалыпты нәрсе көреді. Қамқорлықты міндет санайды. Ал сол алақан бір күні жоғалғанда, оның орнын ешкім толтыра алмайтынын түсінеді. Нұрлан сөзін жалғастырды. Самат бірнеше мәрте қарттар үйіне бармақ болған екен. Бірақ әр жолы кейінге қалдырған. Бірде іссапар шыққан. Бірде денсаулығы сыр берген. Бірде тағы бір себеп табылған. Адам маңызды нәрсені кейінге ысыра берген сайын, уақыт одан алыстай береді. Самат та осы қатеріктің құрбаны болған. Хаттың соңғы бетіне келгенде, Жамал әженің тынысы тарылып кетті. Егер мен сізден бұрын кетіп қалсам, мені кешіріңіз. Егер аман кездесіп жатсақ, құшағыңызға басыңыз. Мен қайтадан бала күнімдегідей анамның жанында отырғым келеді. Өмір маған көп нәрсе үйретті. Бірақ ең үлкен сабақты сізден алыстағанда алдым. Ата-ананың қадірін олар жанымызда жүргенде білу керек екен. Жамал әже хатты ақырын бүктеді. Оның көзінен аққан жас тоқтар емес. Бірақ бұл жолғы көз жасында жылдар бойғы сағыныш, өкініш және мейірім араласып кеткен еді. Біршама уақыт өткен соң, ол Нұрланға қарап сұрақ қойды. Самат қайда? Нұрлан жауап беруге асықпады. Жүзіндегі мұң қоюлана түсті. Оның үнсіздігі Жамал әженің жүрегін қысып бара жатты. Балам, шындықты айт. Нұрлан басын төмен салды. Самат бұл хатты 3 жыл бұрын жазған. Жамал әженің жүрегі зу ете қалды. Қазір қайда? Нұрлан көзін сүртіп алды. Ол бұл өмірде жоқ, апай. Бөлме іші бір сәтке меңіреу тыныштыққа батып кеткендей болды. Жамал әже қозғалыссыз қалды. Құлағы естіген сөзді жүрегі қабылдағысы келмеді. Жылдар бойы күткен кездесу бірақ ауыз сөзбен жоққа шыққандай еді. Сыртта жел көтеріліп, терезені баяу қағып тұрды. Ал бөлме ішінде ана жүрегі ең ауыр ақиқатпен бетпе-бет қалған болатын. Жамал әже көзін жұмды. Сол сәтте оның есіне Саматтың бала кезіндегі күлкісі түсті. Алғаш мектепке барған күні түсті. Әкесінің иығына мінген кезі түсті. Ана жүрегі үшін бала ешқашан қартаймайды. Қанша жасқа келсе де, ол анасының көз алдында баяғы сәби күйінде қала береді. Нұрлан әңгімені жалғастырды. Самат соңғы күндерінде анасын көп еске алған екен. Қасында жүрген жандарға анасы туралы жиі айтқан. Бір рет болса да көргісі келген.
бір рет кешірім сұрағысы келген. Бірақ тағдыр оған ондай мүмкіндік бермепті. Жамал әже терең тыныс алды. Оның жан дүниесінде дауыл соғып жатты. Бірақ сол дауылдың астарында бір ақиқат анық көрінді. Адам өмір бойы дүние жинауы мүмкін, қызметке жетуі мүмкін, байлық табуы мүмкін. Бірақ ата-ананың батасын уақытында ала алмаса, жүрегінде бос орын қалып қояды. Күн ұясына қона бастағанда Жамал әже орнынан тұрды. Терезе сыртындағы қызғылт аспанға ұзақ қарады. Жүрегінде мыңдаған сөз тұрды. Бірақ бірде-бірі тілге келмеді. Сол сәтте ол ұлын кінәламайтынын түсінді. Өйткені ана жүрегі сот емес. Ана жүрегі жазалаушы емес. Ана жүрегі баласы сүрінген кезде де оған орын сақтап қоятын мекен. Сол түні Жамал әже Нұрланның үйінде қалды. Көзін жұмған сайын хаттағы сөздер қайта оралып отырды. Саматтың өзін сағынғанын білу жүрегіне жұбаныш бергенімен, оның бұл өмірде жоқ екені жанын ауыртты. Өкініштің ең ауыр түрі кешігіп жеткен сезім екенін сол түні анық түсінді. Кей адамдардың айтылмаған сөздері олардың өзінен де ұзақ өмір сүреді. Түн ортасында әже сыртқа шықты. Ауыл мүлгіген тыныштыққа оранған. Аспанда сансыз жылдыз жымыңдап тұр. Ол орындыққа отырып, ұзақ уақыт аспанға қарады. Адам баласы өмір бойы көп нәрсеге ұмтылады. Бірақ жас ұлғайған сайын, шын мәнінде маңызды болған дүниелердің саны азая береді. Соңында жүректе тек адамдар ғана қалады. Жамал әже өз өмірін ойлады. Ержанмен бірге өткізген жылдарын еске алды. Жоқшылықта болды, қиындықта болды. Бірақ олар бір-біріне сүйеніп өтті. Қазіргі адамдардың көпшілігі бақытты байлықтан іздейді. Ал шын мәнінде бақыт көбіне қарапайым сәттердің ішінде жасырынып жатады. Бір дастархан басындағы әңгімеде, бір жылы сөзде, бір күлімсіреген жүзде. Таңертең Нұрлан оған тағы бір папка келіп берді. Оның ішінде Саматтың соңғы жылдардағы жазбалары сақталған екен. Нұрлан оларды көптен бері ешкімге көрсетпеген. Бірақ бұл дүниелердің иесі өз анасы екенін жақсы түсінді. Жамал әже папканы ашқанда қол жазба дәптер көзге түсті. Самат кей ойларын күнделік түрінде жазып жүрген екен. Алғашқы беттердің бірінде ерекше сөйлем тұрды. Мен анамды қарттар үйіне апарған күні өзімді ақылды адам санадым. Бүгін сол күнді еске алғанда өзімді ең кедей адам ретінде көремін. Себебі сол күні мен өз үйімнен берекені шығарып жібергенімді кеш түсіндім. Жамал әже дәптерді ақырын жапты. Көзіндегі жас қайта көрінді. Оның жүрегінде бір ой пайда болды. Өмірде адам жасаған қателіктен емес, сол қателікті мойындамаудан көбірек зиян көреді. Қателік бәріне тән, ал оны түсіну үлкен батылдықты талап етеді. Нұрлан Саматтың соңғы айлары туралы әңгімелей бастады. Оның айтуынша, бір күні Самат қызметтен ерте қайтып келе жатып, жол жиегінде отырған қарияны көреді. Қарияның үстіндегі киімі жұпыны болғанымен, жүзі жарық екен. Самат оған су алып беріп, біраз сөйлесіп отырыпты. Сол кезде әлгі қария күтпеген сөз айтқан. Балам, өмірде жоғалтқан дүниеңді іздеуге болады. Ақшаны да табуға болады. Денсаулықты да қалпына келтіруге болады. Бірақ ата-анаңның уақытын қайтара алмайсың. Бұл сөз Саматтың жүрегіне қатты әсер еткен екен. Сол күннен бастап, анасы туралы жиі ойлай бастапты. Бірақ адам жүрекке жеткен ақиқатты кейде іске асыруға үлгермей қалады. Жамал әже дәптерді әрі қарай оқыды. Балалық шағымда анам мені мектепке дейін шығарып салатын. Мен оның қолын босатып алып, достарының қазына жүгіріп кететінмін. Сол кезде анам мәңгі жанымда жүретін адамдай көрінетін. Бүгін түсіндім. Ең қымбат адамдардың да уақыты шектеулі болады екен. Әже көзін жұмды. Оның есіне Саматтың мектепке алғаш барған күні түсті. Кішкентай сөмкесін арқалап алып, қайта-қайта артына бұрылып қараған. Сол сәт кеше ғана болғандай көрінді. Уақыттың ең үлкен айласы да осы шығар. Жылдар өте береді, ал естеліктер сол қалпында қалады. Түске қарай Нұрлан тағы бір құжат алып келді. Бұл жолы оның жүзі бұрынғыдан өзгеше еді. Жамал әже мұны бірден байқады. Әлгі құжаттың ішінде Саматтың өсиеті сақталған екен. Нұрлан оны ашып оқуға рұқсат сұрады. Әже басын изеді. Өсиеттің бір бөлігінде мынадай жолдар жазылыпты.
Егер ананды таба алсаңдар, оған бір өтінішімді жеткізіңдер. Ол мені кешірсін. Бірақ одан да маңыздысы, менің қателігімді қайталайтын адамдарға осы оқиғаны айтсын. Ата-ананы қадірлеу кейінге қалдырылатын шаруа емес екенін жеткізсін. Бұл сөздерді естігенде бөлме ішін үнсіздік басты. Әр адамның өмірінде бір рет болса да жүрекке жететін сөз болады. Жамал әже үшін бұл сондай сәт еді. Кешке қарай Нұрлан оны ауыл шетіндегі зиратқа алып барды. Самат сонда жерленген екен. Жол бойы әже үнсіз отырды. Айтатын сөз көп болғанымен, олардың ешқайсысы жеткілікті көрінбеді. Кей сағыныштың кереңдігі сөзге сыймайды. Қабір басына келгенде, ол ұзақ уақыт қозғалыссыз тұрды. Жел баяу соғып тұр. Айнала тыныш. Жамал әже жерге отырып, құлпытастағы есімді сипап өтті. Оның жүрегіндегі сағыныш бір сәтте жылдарға созылған өзендей тасып шықты. Балам, мен сені баяғыда-ақ кешіргенмін. Бұл сөзді ол өте баяу айтты. Ана, жүрегінде реніш ұзақ тұрмайды. Сағыныш қалады. Махаббат қалады. Көз жасы бетімен сырғып жатты. Бірақ оның жүрегінде бұрынғыдай ауырлық жоқ еді. Себебі кешірім адамның өзгеге емес, ең алдымен өзіне қажет екенін түсінген. Күн еңкейіп бара жатқанда, Жамал әже қабір басында ұзақ отырды. Сол жерде ол өмірінің ең маңызды қорытындысын жасады. Адамдардың көбі ата-анасын жоғалтқан соң жылайды. Ал олар тірі кезде уақыт таппайды. Қадір кеш түсінілген сайын өкініш тереңдей береді. Сол сәтте оның жанында тұрған Нұрлан күтпеген жаңалық айтты. Апай, Самат аға қайтыс болар алдында тағы бір өтініш қалдырған. Жамал әже басын көтерді. Қандай өтініш? Ол сізге қатысты. Нұрлан сәл кідірді. Оның қызы бар. Қызы сізді өмір бойы іздеп жүрген. Жамал әже таңырқап қалды. Немерем бе? Иә. Ол әкесінің соңғы аманатын орындауға тырысып жүр. Жамал әженің жүрегі тағы дүрсілдеп кетті. Ол осы сапар аяқталды деп ойлаған. Бірақ тағдыр оның алдында жаңа есікті ашып тұрған еді. Жамал әже сол түні көз іле алмады. Немересі туралы естіген жаңалық оның жан дүниесін толқытты. Бір жағынан қуанды, бір жағынан қобалжыды. Өйткені өмір оған қуанышты көп күттіріп берген еді. Ұзақ уақыт бойы жоғалттым деп ойлаған дүниелердің бірінен соң бірі қайта оралуы түс секілді көрінді. Алайда бұл жолы ол тағдырдан ештеңе талап етпеді. Тек алдағы күннің қандай сый дайындағанын сабырмен күтуді жөн санады. Таңертең Нұрлан қолындағы телефонды әжеге ұсынды. Экранда жас әйелдің суреті тұр екен. Саматтың қызы Әсел болатын. Жамал әже суретке ұзақ қарады. Қыздың көз жанарынан баласының бейнесін көргендей болды. Кейде қанның жақындығы сөзсіз-ақ сезіледі. Арада жылдар өтсе де, ұрпақтың жүзінде ата-анасының ізі қалып қояды. Сол ұқсастық әженің жүрегіндегі сағынышты одан сайын оятты. Нұрлан Әселдің басқа қалада тұратынын айтты. Ол әкесінің күнделіктерін оқығаннан кейін әжесін іздеуге кіріскен екен. Бірақ іздеген адамының нақты қайда екенін таба алмай жүріпті. Саматтың көзі тірісінде айтылмай қалған әңгімелер қызының жүрегіне ауыр жүк болып түскен. Әкесінің өкініші оның да жанына бататын. Сондықтан ол жоғалған байланысты қайта жалғауды өміріндегі маңызды міндеттердің бірі санаған. Жамал әже терезе алдына барып тұрды. Көшеде мектепке бара жатқан балалар көрінді. Бірінің қолынан анасы ұстап келеді. Бірі әкесінің жанында кетіп барады. Сол көрініске қарап тұрып, ол өмірдің бір заңдылығын ойлады. Адам баласы көбіне қолындағының қадірін жоғалтқан соң ұғады. Ал уақыттың ең үлкен әділетсіздігі, ол ешқашан кері қайтпайды. Кеше айтылмаған сөз бүгін айтылғанымен, оның салмағы өзгеріп кетеді. Күн ортасында Әселдің өзі хабарласты. Дауысы толқып тұрғаны анық сезілді. Екеуі алғаш рет сөйлесіп тұрса да, бөтен адамдардай сөйлесе алмады. Өйткені олардың арасында қан ғана емес, ортақ сағыныш та бар еді. Әсел әкесінің соңғы жылдары туралы айтып берді. Әр сөзі Жамал әженің жүрегіне жетіп отырды. Саматтың анасына деген өкініші оның өмірінің соңына дейін бірге жүргенін түсінді. Әже, әкем күнделіктерінде сіз туралы көп жазған. Кей беттерін оқығанда жылап қалатынмын.
Ол сізді жақсы көрген. Бірақ сол махаббатын уақытында көрсете алмаған. Жамал әже көзін жұмды. Бұл сөздер оның жүрегіне ауыр да, жылы да әсер етті. Себебі адамға ең қымбат сөз кейде кеш жетеді. Бірақ кеш жеткен шындықтың өзі жалған жұбаныштан артық. Әсел бірнеше күннен кейін келетінін айтты. Телефон сөнген соң, Жамал әже ұзақ уақыт үнсіз отырды. Оның жан дүниесінде бір ой қайта-қайта оралып тұрды. Адам өмірінде көп нәрсені жоспарлайды. Үй салуды, қызмет өсуді, дүние жинауды ойлайды. Бірақ ешкім соңғы рет анасын қашан құшақтайтынын жоспарлай алмайды. Сондықтан ең маңызды адамдарға деген ықыласты кейінге қалдыруға болмайды. Сол күні кешке Нұрлан екеуі ұзақ әңгімелесті. Әңгіме барысында Нұрлан өз әкесін ерте жоғалтқанын айтты. Ол кезде жастықпен көп нәрсені түсінбеген мойындады. Қазір әкесінің бір ауыз ақылын есту үшін бар дүниесін беруге дайын екенін жеткізді. Жамал әже үнсіз тыңдап отырды. Өйткені бұл өкініш тек Нұрланға ғана тән емес еді. Мыңдаған адамның жүрегінде дәл осындай айтылмаған сағыныш жатқанын жақсы білетін. Балам, адам ата-анасын жоғалтқанда ғана жетім қалмайды. Олардың қадірін түсінбей өмір сүрсе де жетім қалады, деді әже. Нұрлан басын төмен түсірді. Бұл сөздің астарында үлкен шындық жатқанын түсінді. Кей адамдардың ата-анасы жанында жүреді, бірақ жүректері алыстап кеткен болады. Ал кей адамдар ата-анасы өмірден өтсе де, олардың тәрбиесі мен дұғасының жылуын өмір бойы сезінеді. Келесі күні таңертең Жамал әже Саматтың қабіріне тағы барды. Бұл жолы ол жылаған жоқ. Қайта жүрегінде бір тыныштық пайда болған еді. Қабір басында отырып, ұзақ ойға батты. Өмірдің мәні ұзақ жасауда емес екенін түсінді. Өмірдің мәні артында қандай із қалдырғанында. Егер адамнан кейін жақсы сөз қалса, ол шын мәнінде жоғалмайды. Ол айналадағы құстардың дауысын тыңдап отырып, тағы бір маңызды ойға келді. Кей адамдар кешірім сұрауға намыстанады. Кей адамдар кешіруге қиналады. Ал шын мәнінде кешірім екі жүректі де жеңілдетеді. Кей адамның жанын қажытады, ал кешірім жанды тыныштандырады. Күн еңкейген шақта ауылға көлік келіп тоқтады. Нұрлан аулаға шығып, келген адамды қарсы алды. Біраздан соң үйдің есігі ашылды. Табалдырықтан жас келіншек кірді. Көздері жасаурап тұр. Қолында кішкентай қыз бала бар. Жамал әже орнынан баяу көтерілді. Қыздың жанарынан Саматты көрді. Жымиысынан да Саматты көрді. Тіпті тұрысынан да ұлының ізі байқалды. Әсел бір сәт үнсіз тұрды. Артынша әжеге қарай бірнеше қадам жасады. Әже, осы бір ауыз сөз екеуінің арасындағы ондаған жылдық қашықтықты жоқ қылды. Жамал әженің көзінен жас ыршып кетті. Ол немересін құшағына басты. Екеуі ештеңе айтпады. Кейбір кездесулерге сөздің қажеті болмайды. Себебі жүрек айтатын дүниені тіл жеткізе алмайды. Ал дәл сол сәтте Жамал әже өмірдің тағы бір сабағын түсінді. Тағдыр кей есікті жауып тастайды. Бірақ мейірім бар жерде басқа есікті ашып қояды. Адам жоғалтқан нәрсесінің бәрін қайтара алмайды. Бірақ жүрегінде махаббат сақталса, өмір оған үміттің жаңа жолын міндетті түрде көрсетеді. Жамал әже Әселді құшағынан босатқан кезде жанында тұрған кішкентай қызға назар аударды. Бүлдіршіннің үлкен жанарында қорқыныш та жоқ, жатсыну да жоқ еді. Ол әжеге қызыға қарап тұрды. Балалардың жүрегі ересектерден әлдеқайда таза болады. Олар адамдарды өткен қателіктерімен емес, қазіргі мейірімімен қабылдайды. Сондықтан болар кішкентай қыз бірден әжеге жақындай түсті. Сіз менің үлкен әжемсіз бе? Деп сұрады қыз. Жамал әженің жүрегі елжіреп кетті. Ол қыздың маңдайынан сипады. Көз алдына Саматтың бала кезі келді. Дәл осылай аңғал сұрақтар қойып, жауап күтіп тұратын. Уақыт жылжып өткенмен, өмір кей бейнелерді ұрпақ арқылы қайта әкелетін тәрізді. Әже сол сәтте адамның өмірі өзімен аяқталмайтынын терең сезінді. Иә қарағым, мен сенің үлкен әжеңмін. Қыз қуанып кетті. Онда мен сізді бұрыннан танитын шығармын. Әжем туралы әкем көп айтқан. Бұл сөзді естігенде бөлме іші тынышталып қалды. Әсел көз жасын сүртіп отырды. Жамал әже болса қыздың соңғы сөзін қайта ойлады. Самат
анасы туралы балаларына айтқан екен. Демек, жүрегінің түкпірінде анасына деген сағыныш өшпеген. Кей адамдар сүйетін жанын жанында ұстай алмайды, бірақ жүрегінен шығара алмайды. Саматтың тағдыры да сондай болған шығар. Кешке қарай бәрі бір дастархан басына жиналды. Үй ішінде бұрын болмаған жылылық пайда болды. Әсел әкесінің өмірінің соңғы кезеңдері туралы әңгімеледі. Оның айтуынша, Самат соңғы жылдары көп өзгерген. Бұрын жұмыстан баса алмайтын адам, кейін адамдарға көбірек көңіл бөле бастатты. Өмірдің мәні табыста емес, қарым-қатынаста екен кеш түсінген. Әкем бір сөзді жиі қайталайтын, деді Әсел. Адам өмір бойы үй салуы мүмкін, бірақ сол үйдің ішіне жылулық орнаталмаса, бәрі бос әурешілік дейтін. Жамал әже үнсіз тыңдап отырды. Бұл сөздің астарында үлкен өкініш жатқанын түсінді. Өйткені Самат үй салған еді. Отбасын құрған еді. Балаларын өсірген еді. Бірақ бір кезде сол үйден өз анасын алыстатып жіберген болатын. Адам кейде өз бақытының қай тұста жоғалғанын көп жылдан кейін барып байқайды. Сол түні Әсел әкесінің тағы бір дәптерін алып шықты. Оның ішінде жарияланбаған ойлары мен жазбалары бар екен. Жамал әже дәптерді ақырын ашты. Бір бетінде ерекше сөйлем көзге түсті. Мен анамды ренжіттім деп ойлайтынмын. Кейін түсіндім. Мен ең алдымен өз жүрегімді жетім қалдырған екенмін. Әже сол жолдарды қайта оқыды. Өте қарапайым сөйлем. Бірақ оның ішінде тұтас өмірдің сабағы жатқан еді. Ата-анадан алыстаған адам тек оларды жоғалтпайды. Өзінің бір бөлігін де жоғалтады. Өйткені адамның тамыры өткенінде жатады. Тамырынан ажыраған ағаш қанша биік болса да әлсірей бастайды. Түн ауғанша әңгіме жалғасты. Әсел әкесінің соңғы айларында балалар үйіне, қарттар үйіне жиі барып тұрғанын айтты. Көмек сұраған адамдарға қол ұшын созыпты. Жақсылық жасау арқылы ішкі өкінішін жеңілдеткісі келген тәрізді. Бірақ кей жараны ешқандай игі іс толық емдей алмайды. Кейбір жараға кешірім ғана шипа болады. Жамал әже сол түні ұзақ ойланды. Егер уақыт кері айналса, бәрі басқаша болар ма еді? Бәлкім. Бірақ өмір адамға өткенді өзгерту үшін емес, одан сабақ алу үшін беріледі. Өткен күннің есігі жабылады, ал бүгінгі күннің есігі ашық тұрады. Ақылды адам сол ашық тұрған есіктен кіруді біледі. Келесі күні таңертең кішкентай қыз әженің қасына келіп отырды. Оның аты Айлин екен. Бүлдіршін әженің қолын ұстап алып, әртүрлі сұрақ қоя бастады. Балалардың сұрақтары кейде үлкендердің ойламаған ақиқаттарын ашып береді. Үлкен әже, адамдар неге ренжіседі? Жамал әже жымиып қойды. Өйткені олар бір-бірін жақсы көреді. Жақсы көрсе, неге ренжиді? Әже біраз ойланып қалды. Себебі жақын адамнан көп нәрсе күтеді. Айлин басын изеді. Онда кешірген дұрыс па? Бұл сұраққа жауап беру оңай болғанмен, өмірде орындау қиын еді. Иә, қарағым, кешірген дұрыс. Себебі кешірім жүректі ауыр жүктен босатады. Қыз мәз болып жүгіріп кетті. Ал Жамал әже сол сөзді өз ішінде тағы қайталады. Шынында да, адам өзгеге жасаған жақсылығын ұмыталады. Бірақ өзіне жасалған жақсылықты ұмытпау керек. Сол секілді, өзіне жасалған жамандықты есте сақтай берсе, жүрегі ауырлай береді. Күн ортасында Әсел күтпеген ұсыныс айтты. Әже, мен сізді өзіммен бірге алып кеткім келеді. Жамал әже үнсіз қалды. Менің үйімде сізге әрдайым орын бар. Қызым да сізге бауыр басып қалды. Біз отбасы болғымыз келеді. Бұл сөзді естігенде әженің жанары жасаурап кетті. Өмірінің соңғы жылдарын қарттар үйінде өткізген адам үшін мұндай ұсыныс үлкен сый еді. Бірақ ол бірден жауап бере алмады. Өйткені оның жүрегінде басқа бір ой пайда болған. Қарттар үйінде қалған адамдар есіне түсті. Терезеден сыртқа қарап, баласын күтіп отыратын қариялар көз алдына келді. Кейбірі жылдар бойы ешкім келмеген күйі өмір сүріп жатқан болатын. Сол жандарды ойлаған сайын жүрегі шымырлай берді. Сол сәтте Жамал әже өміріндегі жаңа мақсатты сезінді. Тағдыр оны бұл сапарға бекер шығармаған еді. Саматтың хаты да, өкініші де, осы кездесулер де белгілі бір себеппен жолыққан. Ол енді тек өз өмірі үшін емес, өзгелердің жүрегіне үміт сыйлау үшін де өмір сүруі керек екенін түсінді. Әселдің ұсынысы Жамал әженің жүрегін жылытып жіберді.
Ұзақ жылдардан кейін өзін біреуге қажет адам ретінде сезіну ерекше әсер сыйлады. Алайда ол асығыс шешім қабылдамады. Өмір оған сабырдың құнын әлдеқашан үйреткен болатын. Қуаныш үстінде қабылданған шешім де, қайғы үстінде қабылданған шешім де адамды жаңылыстыруы мүмкін. Сондықтан ол жүрегінің тынышталғанын күтті. Сол күні кешке бәрі аулада отырды. Күннің қызғылт сәулесі айналаны жұмсақ жарыққа бөлеп тұрды. Айлин гүл теріп жүр. Әсел шай құйып отыр. Ал Жамал әже осы көрініске қарап отырып, көптен бері сезілмеген бір жылылықты сезінді. Отбасының құны дәл осындай қарапайым сәттерде ашылады екен. Бір уақытта Әсел әкесінің соңғы жазбасын алып шықты. Бұл жазбаны бұрын ешкімге көрсетпеген екен. Қағаздың шеті сарғайып кеткен. Самат оны өмірінің соңғы күндерінің бірінде жазған көрінеді. Әсел даусын әрең жинап оқи бастады. Егер бір күні анамды көре алмасам, оған бір шындықты жеткізгім келеді. Мен өмір бойы табысқа жетуге асықтым. Қызмет қуып жүрдім. Көп нәрсеге қол жеткіздім. Бірақ бір күні айналама қарасам, ең маңызды адамнан алыстап кеткен екенмін. Адам кей шыңға көтерілгенде жеңдім деп ойлайды. Кейін қараса, жолда ең қымбат дүниесін жоғалтып алған болады. Жамал әже үнсіз тыңдап отырды. Саматтың әр сөзі оның жүрегіне жетіп жатты. Бұл өкініш бір адамның ғана емес, мыңдаған адамның өкінішіне ұқсайтын. Себебі адамдар көбіне маңызды нәрсені маңызды емес дүниелер үшін құрбан етеді. Кейін уақыт өтіп кеткен соң ғана айырмашылықты түсінеді. Түнде Жамал әже ұзақ ұйықтай алмады. Терезеден көрінген жұлдыздарға қарап жатып, өмірінің соңғы жылдарын ойлады. Қарттар үйіндегі қариялар есіне түсті. Бірінің баласы шетелде жүрген, бірінің баласы сол қалада тұрса да келмейтін. Бірі күн сайын есік жаққа қарап отыратын. Бірі үмітін әлдеқашан жоғалтқан. Бірақ бәрінің жүрегінде бір ортақ нәрсе бар еді — сағыныш. Сол сәтте Жамал әже нақты шешім қабылдады. Ол қарттар үйіне қайта барады. Бірақ бұрынғы Жамал әже болып емес. Тағдырдың ащы сабағын көрген, кешірімнің құнын түсінген, үміттің жоғалмайтынын білген адам болып оралады. Өйткені кей адам өз қайғысынан сабақ алып қана қоймай, сол сабақты өзгелерге де жарық ете алады. 2 күннен кейін жолға шығатын уақыт келді. Әсел мен Айлин оны жалғыз жібергісі келмеді. Сондықтан бірге баруға келісті. Көлік терезесінен сыртқа қарап отырған Жамал әже алғаш келгендегі көңіл күйін еске алды. Ол кезде жүрегі қорқыныш пен белгісіздікке толы болатын. Ал қазір оның орнын тыныштық басқан еді. Кей ақиқат ауыр болса да, адамды жеңілдетеді. Қарттар үйінің қақпасы көрінгенде Айдана сыртқа жібіріп шықты. Оның көзінен қуаныштың жасын байқауға болатын. Жамал әже жоғалып кеткеннен бері бәрі алаңдап жүрген. Қайтып келгенін көргенде қызметкерлер де, қариялар да қуанып қалды. Өйткені бұл мекемеде әр адам бір-біріне туысындай болып кеткен еді. Айдана әжені құшақтап алды. Сізді қатты іздедік. Жамал әже жымиып қойды. Мен де өзіңді іздеп барып келдім, қызым. Айдана бұл сөздің мағынасын толық түсінбесе де, оның кереңдігін сезді. Шынында да, кей сапар адамның басқа біреуде емес, өзін табуына себеп болады. Жамал әже дәл сондай жолдан өтіп келген еді. Кешке қарай асханада барлық қариялар жиналды. Әдетте әркім өз ойымен жүретін, бірақ бұл жолы бәрі Жамал әженің қасына жақындады. Оның қайда болғанын білгісі келді. Қандай жаңалықпен оралғанын естігісі келді. Өйткені адамдарға ең қатты әсер ететін нәрсе шынайы тағдырлар. Жамал әже асықпай әңгімесін бастады. Ол ұлын қалай іздегенін айтты. Саматтың хатын қалай тапқанын айтты. Өкініш туралы айтты. Кешірім туралы айтты. Ең бастысы, уақытында айтылмаған жақсы сөздің қандай ауыр салдарға әкелетінін жеткізді. Асхана іші тып-тыныш болып қалды. Кей қариялар көз жасын сүртіп отырды. Өйткені олардың әрқайсысы бұл әңгімеден өз өмірін көрді. Бірі өз баласын есіне алды, бірі анасын ойлады. Бірі кешіре алмай жүрген адамын еске түсірді. Сол сәтте бұрышта отырған Мұрат ата орнынан тұрды. Ол қарттар үйінде ең тұйық адамдардың бірі болатын. Ешкіммен көп сөйлеспейтін. Баласы туралы сұраса, әңгімені басқа жаққа бұрып жіберетін. Менің ұлыммен сөйлеспегеніме 12 жыл болды, деді ол баяу ғана. Бөлмедегілер оған таңырқай қарады. Мен өзімді дұрыс деп ойлап жүрдім. Ал бүгін сенің әңгімеңді тыңдап отырып, уақыттың менен де
тез өтіп бара жатқанын түсіндім. Бұл сөзден кейін тағы бір әже сөз алды. Кейін тағы біреу сөйледі. Бірте-бірте асхана ішінде адамдар өз жүректерінде сақтап жүрген ауырлықтарды айта бастады. Жылдар бойы жиналған мұң сыртқа шыға бастады. Біреулер жылады. Біреулер үнсіз отырды. Бірақ бәрінің жүрегі жеңілдей түскендей болды. Сол кештен кейін қарттар үйінде күтпеген өзгеріс басталды. Мұрат ата ұлына хабарласты. Тағы бір әже қызына хат жазды. Бір қария немересіне қоңырау шалуға батылдық жинады. Жамал әже соларға қарап отырып, маңызды бір шындықты түсінді. Кейде адам бір өмірді өзгерту үшін үлкен іс атқару қажет емес. Бір шынайы әңгіме де жеткілікті. Бір кешірім де жеткілікті. Бір жылы сөз де жеткілікті. Жамал әже қайта оралғаннан кейін қарттар үйінің ішкі тынысы өзгере бастады. Бұрын әркім өз мұңымен жеке қалып жүрсе, соңғы күндері адамдар бір-бірімен көбірек сөйлесетін болды. Асханадағы үнсіздік азайды. Ауладағы орындықтарда ұзақ әңгімелер айтылатын болды. Көпшілік жүрегінде қатып қалған ауыр сөздерді сыртқа шығара бастады. Адамның жанын жалғыздықтан құтқаратын нәрсе кейде дәрі емес, түсінетін адам екенін бәрі сезіне бастады. Мұрат ата ұлына хабарласқан күннен бері ерекше толқып жүрді. Телефон соғуға бірнеше сағат дайындалған. Нөмірді теріп алып, қайта өшірген. Бірнеше мәрте батылы жетпей қойған. Ақыры қоңырау қосылған кезде дауысы дірілдеп кеткен. 12 жыл бойы сөйлеспеген екі адамның арасындағы үнсіздік бірнеше секундқа ғана созылғанымен, екеуіне бір ғасырға тең болып көрінген. Сол әңгіменің қалай аяқталғанын ешкім білмеді. Мұрат ата ол туралы көп айтпады. Бірақ келесі күні оның жүзінен бұрын байқалмаған жеңілдік көрінді. Кейде мәселенің толық шешілуі маңызды емес. Маңыздысы алғашқы қадам жасау. Себебі адам жүрегінің есігін ашқан кезде ғана үміт ішке кіре алады. Жамал әже осы өзгерістерді бақылап жүрді. Ол өзін бұрынғыдан әлдеқайда тыныш сезінетін. Саматтың өмірі мен өкініші бекер болмағандай көрінді. Егер бір адамның қателігі басқа адамдарға сабақ болса, онда ол тағдырдың ішінде де мағына бар. Өмірдің ең ауыр беттері көбіне ең құнды сабақтарды алып келеді. Кек оны көре білу керек. Бір күні түстен кейін қарттар үйінің алдына бірнеше көлік келіп тоқтады. Қызметкерлер таңырқап сыртқа шықты. Артынша ішке бейтаныс адамдар кіре бастады. Бірі гүл көтендерген, бірі тәтті әкелген, бірі қобалжып жан-жағына қарап тұр. Ал қарттар олардың кім екенін түсінбей отырды. Кенет дәліздің ар жағынан жылаған дауыс естілді. Бір әйел жүгіріп келіп, орындықта отырған қарияны құшақтап алды. Бұл 15 жылдан бері қызын көрмеген Әбіләта еді. Қызы көз жасына ерік беріп, әкесінің иығына басын қойды. Әбіләта алғашқыда не істерін білмей қалды. Кейін қызын құшақтап, өзі де жылап жіберді. Осы көрініс бүкіл мекемеге тарады. Бірінен соң бірі келген адамдар өз ата-аналарын іздеп жүр екен. Кейбіреуі бұрын батылы жетпеген. Кейбіреуі жұмыстың соңында кеткен. Кейбіреуі реніштің соңында кеткен. Ал Жамал әженің әңгімесін естігеннен кейін көпшілігі ойланып қалыпты. Олар уақыттың күтіп тұрмайтынын түсінген. Сол күні қарттар үйінің ішінде ерекше атмосфера орнады. Бір бөлмеде әке мен бала сөйлесіп отыр. Екінші бөлмеде немере әжесінің қолынан ұстап отыр. Үшінші жерде анасы қызын маңдайынан сипап отыр. Көп жылдан бері айтылмаған сөздер айтылды. Көп жылдан бері төгілмеген жас төгілді. Бірақ бұл жолғы көз жастың ішінде сағынышпен бірге үміт те бар еді. Жамал әже терезе алдында тұрып, осының бәрін бақылап тұрды. Оның жүрегінде бір жылы сезім пайда болды. Өмірде бәрін түзету мүмкін емес. Кейбір адамдар кешігіп қалады. Кейбір кездесулер мүлде болмайды. Бірақ әлі мүмкіндік бар кезде үнсіз қалу ең үлкен қателік екенін ол анық түсінді. Кешке қарай Айдана оның қасына келді. Әже, бүгін мұнда бір керемет болды. Жамал әже жымиып қойды. Керемет аспаннан түскен жоқ, қызым. Ол адамдардың жүрегінде бұрыннан болған. Айдана ойланып қалды. Сонда неге адамдар оны кеш байқайды? Жамал әже терезеден сыртқа қарады. Өйткені адам уақытты шексіз деп ойлайды. Бұл сөзден кейін екеуі де үнсіз қалды. Шынында да,
Көп адам ертең міндетті түрде болады деп сенеді. Ертең хабарласамын дейді. Ертең барамын дейді. Ертең кешірім сұраймын дейді. Бірақ өмірдің ең үлкен құпиясы ешкімге ертеңнің уәде етілмегенінде. Сол түні Жамал әже өз бөлмесіне кіргенде үстел үстінде хат жатқанын көрді. Конверттің сыртында аты жазылып тұр екен. Ол хатты ашып оқыды. Хатты Мұрат ата жазыпты. Жамал апай, сіздің әңгімеңізді естіген күні ұлыма хабарластым. Бүгін ол келді. Біз 12 жыл жоғалттық. Бірақ бүгін бір-бірімізге қарағанда сол 12 жыл емес, бүгінгі кездесу маңыздырақ болып көрінді. Егер сіздің басыңыздан өткен оқиға болмағанда, мен де уақытты жоғалта берер едім. Рахмет. Жамал әже хатты ақырын бүктеді. Оның көзінен тағы жас шықты. Бірақ бұл жолғы жас қайғының емес, ризашылықтың жасы еді. Кейде адам өз өмірінің мәнін үлкен жетістіктерден іздейді. Ал шын мәнінде оның мәні бір жүрекке үміт сыйлауда болуы мүмкін. Бірнеше апта өте шықты. Қарттар үйіне келушілер саны көбейді. Бұрын ұмыт қалғандай көрінген қариялардың біразы қайтадан жақындармен араласа бастады. Әрине, бәрінің тағдыры бірдей болмады. Кейбірінің балалары келмеді, кейбірінің туыстары табылмады. Бірақ олардың өздері өзгерді, өйткені үміт жоғалған жерде өмір де сола бастайды. Бір күні кешке Жамал әже аулада жалғыз отырды. Күн көкжиекке баяу сіңіп бара жатқан, аспан алтын түске боялған. Ол ұзақ уақыт үнсіз отырды. Жылдар бойы іздеген тыныштық жүрегіне ақырындап қонып жатқандай еді. Сол сәтте ол маңызды бір қорытындыға келді. Адам бұл өмірге байлық жинау үшін келмейді. Даңқ үшін де келмейді. Адам бұл өмірге бір-бірінің жүрегіне із қалдыру үшін келеді. Ал ең терең ізді көбіне ата-ана қалдырады. Сондықтан олардың қадірін кейін емес, бүгін білу керек. Өйткені ертең келгенше кеш болып қалуы мүмкін. Күз біртіндеп аяқталып, қыс жақындай бастады. Қарттар үйінің ауласындағы ағаштар жапырақтарынан айырылып, бұтақтары жалаңаштанып қалған. Табиғаттың бұл көрінісі Жамал әжеге өмірдің өзіне ұқсап көрінді. Ағаш та уақыт келгенде жапырағын түсіреді. Адам да уақыт келгенде өткен күндерін артында қалдырады. Бірақ ағаш көктемде қайта бүршік атады, ал адамға өткен өмірін қайта сүру бұйырмайды. Сондықтан әр күннің қадірін уақытында түсіну керек. Соңғы айларда Жамал әже қарттар үйіндегі көптеген адамның жақынына айналып кеткен еді. Бірі мұңайса, оның қасына келетін. Бірі қуанышын бөліскісі келсе, алдымен оған айтатын. Әже ешкімге ақыл үйретуге тырыспайтын, тек тыңдайтын. Кейде адамның мәселесін шешіп беру қажет емес. Кейде оған тек тыңдайтын жүрек керек болады. Әсел мен Айлин де жиі келіп тұрды. Әсіресе Айлин үлкен әжесіне қатты бауыр басып қалған еді. Әр келген сайын жаңа сурет салып әкелетін. Бір күні ол қағазға үлкен үйдің суретін салып келді. Үйдің алдында бірнеше адам бейнеленген. Жамал әже суретке қарап жымиып қойды. Бұлар кімдер қарағым? Айлин суретті көрсетіп тұрып жауап берді. Мынау мен, мынау анам, мынау сіз, ал мынау атам. Жамал әженің жүрегі шым ете қалды. Атаң қайда тұр? Қыз суреттегі бос орынға саусағын қойды. Біз оны көрмейміз, бірақ ол бізді көріп тұр. Бала жүрегі кейде үлкендердің ұзақ ойлануына себеп болатын сөздер айтады. Жамал әже суретке ұзақ қарап қалды. Расында да, адам көзден кетсе де, жүректен кетпейді екен. Егер жақсы естелік қалдырса, оның орны мәңгі бос қалмайды. Қыс түскен алғашқы күндердің бірінде Жамал әже өзін әлсіз сезіне бастады. Бұрынғыдай сергек жүре алмады. Бірақ бұл туралы ешкімге айтпады. Ол денесінің шаршағанын байқаса да, жан дүниесінде ерекше тыныштық орнаған еді. Өмірінде алғаш рет ештеңеге өкпесі жоқ екенін сезінді. Саматты кешірді. Өзін де кешірді. Тағдырға да ренжіген жоқ. Бір кеште ол Айдананы шақырып алды. Терезе сыртында қар баяу жауып тұрды. Бөлме ішін жұмсақ жарық толтырып тұрған. Айдана әженің жүзіне қарап бір өзгерісті байқады. Оның көзінде бұрынғы мұңның орнына терең сабыр келген еді. Қызым, бір нәрсе сұрасам бола ма? Әрине әже. Мұнда жүрген адамдарға ренжімеуді үйретуге тырыс. Айдана үнсіз тыңдап қалды. Неге дәл осыны айтып тұрсыз? Жамал әже жымиып қойды.
Өйткені реніш адамның қарсыласын емес, өзін қарштады. Бұл сөз Айдананың жүрегінде ұзақ сақталып қалды. Ол күнде қарттардың тағдырын көріп жүрсе де, дәл осылай ойлап көрмеген екен. Келесі күні Әсел мен Айлин келді. Олар әдеттегідей көңілді болатын. Бірақ Жамал әже бұл жолы оларды ерекше ықыласпен қарсы алды. Немересінің шашынан сипап, ұзақ қарап отырды. Әсел оның жанарындағы өзгешелікті байқап қалды. Әже, бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы, қызым. Біртүрлі ойланып отырсыз. Жамал әже күлімсіреп жауап берді. Адам өмірінің соңына жақындаған сайын көп нәрсені анық көреді екен. Әселдің жүрегі қобалжып кетті, бірақ ол үндемеді. Сол кеште бәрі бірге шай ішті. Айлин мектептегі қызықтарын айтып берді. Әсел болашақ жоспарларын бөлісті. Ал Жамал әже оларды тыңдап отырып, жүрегіне жылу жинап отырғандай көрінді. Өйткені адам өмірден кетер алдында байлық емес, дәл осындай сәттерді есіне алады. Түнде ол терезе алдына барып отырды. Қар ұлпалары жарық астында баяу қалықтап түсіп жатыр. Ол ұзақ уақыт аспанға қарады. Көңілінде қорқыныш болған жоқ. Қайта үлкен сапарға дайындалып отырған жолаушының тыныштығы бар еді. Осы сәтте оның ойына Саматтың хаты түсті. Ата-ананың қадірін олар жанымызда жүргенде білу керек екен. Бұл сөйлем оның өмірінің қорытындысына айналғандай еді. Егер адамдар осы бір ақиқатты ертерек түсінсе, қаншама өкініштің алдын алуға болар еді. Қаншама жүрек ауырмайтын еді. Қаншама кешірімкеш сұралмас еді. Бірнеше күннен кейін Жамал әженің жағдайы күрт нашарлады. Дәрігерлер келді. Қызметкерлер жанынан шықпады. Әсел де Айлин де жетіп келді. Бөлме ішінде үнсіздік орнады. Әркім өз ойымен арпалысып отырды. Бөлме ішіндегі тыныштық бұрынғыдан да тереңдей түсті. Терезенің ар жағында қар баяу жауып тұр. Ал іште тұрған адамдардың бәрі Жамал әженің жүзіне қарап қалған. Әрқайсысы оның айтар сөзін күтуде еді. Кей сәттердің құны жылдармен өлшенбейді. Бұл да сондай сәт болатын. Жамал әже көзін баяу ашып, жанында тұрған адамдарға тағы бір рет назар салды. Оның жанарында қорқыныш жоқ еді. Өкінген адамның мұңы да жоқ еді. Керісінше, ұзақ жолдан кейін тыныққан жолаушының сабыры бар болатын. Өмірдің ең ауыр өткелдерінен өткен жан ғана осындай тыныштыққа жете алады. Ол алдымен Айлинге қарады. Кішкентай қыз үлкен әжесінің қолынан айырылғысы келмей ұстап отыр. Баланың жанарындағы мейірім Жамал әженің жүрегін жылтып жіберді. Ұрпақ жалғастығының мәні де осында еді. Бір буын кетеді, оның орнына екінші буын келеді. Бірақ махаббат үзілмесе, адам толық жоғалмайды. Жамал әже ернін әрең қимылдатты. Балаларым, өмірде бір нәрсені ұмытпаңдар. Бөлмедегілер демдерін ішіне тартып тыңдап қалды. Ата-аналарыңды жақсы көрсеңдер, оны ертеңге қалдырмаңдар. Әселдің көзінен жасы ағып кетті. Айдана да басын төмен түсірді. Бұл сөздер олардың жүректеріне кіке жетіп жатқан еді. Өйткені әр адамның есінде хабарласпай жүрген бір адамы бар. Әр адамның жүрегінде кейінге ысырып қойған бір жақсы сөзі бар. Жамал әже біраз үнсіз қалды. Дем алуы қиындап бара жатты. Бірақ ойын жеткізгісі келді. Оның өмір бойы жинаған тәжірибесі осы бірнеше сөйлемнің ішіне сыйып кеткендей еді. Адам ренішті ұзақ сақтамау керек. Уақыт бәрінен қымбат. Ол көзін жұмып алды. Бір сәтке шаршағандай көрінді. Бірақ қайтадан сөзін жалғастырды. Мен баламды кешірдім. Сол үшін бақыттымын. Бұл сөзді естігенде бөлмедегі бірнеше адам көз жасын жасыра алмады. Себебі көпшілік кешірімді әлсіздік деп ойлайды. Ал шын мәнінде кешірім ең үлкен күштердің бірі. Кек сақтау оңайырақ. Кешіру әлде қайда қиын. Жамал әже баяу жымиып қойды. Егер жүректерінде мейірім болса, өмір бос өтпейді. Осы сөзден кейін ол үнсіз қалды. Бөлмеде тұрғандар оның көзін ашуын күтті. Бірақ әженің жүзіне ерекше тыныштық орнаған еді. Ұзақ жыл бойы көтерген жүгі ақыры иығынан түскендей көрінді. Саматқа деген сағыныш та, өткен күндердің өкініші де, жалғыздықтың ауырлығы да артта қалғандай еді. Терезе сыртында қар әлі жауып тұрды. Табиғат өз жолымен жалғасып жатты. Ал бөлме ішінде бірнеше адамның өмірін өзгерткен тағдыр иесі мәңгі тыныштыққа аттанған болатын.
Айлин жылап жіберді. Әсел анасының иығына басын қойып тұрды. Айдана көз жасын сүртті. Қарттар үйінің тұрғындары үнсіз тұрды. Бірақ бұл үнсіздіктің ішінде қайғы ғана емес, ризашылық та бар еді. Олар Жамал әжені жоғалтқанымен, оның қалдырған сөздерін жоғалтпайтындарын түсінді. Жерлеу күні қарттар үйінің ауласына бұрын соңды болмаған көп адам жиналды. Бір кезде ешкім іздемейтіндей көрінген әжені шығарып салуға ондаған адам келді. Қарттар үйінің қызметкерлері келді, тұрғындары келді. Әсел мен Айлин келді. Мұрат атамен қайта табысқан ұлы да келді. Әбіл атамен қызы да келді. Жамал әже өмірден өткеннен кейін де қарттар үйінің тынысы бұрынғы қалпына қайта түскен жоқ. Оның бөлмесі бос қалды. Терезе алдындағы орындығы бос қалды. Бірақ сол бос орындардың өзі адамдарға көп нәрсені еске салып тұратын. Кей адамдар кеткен соң ұмытылады. Кей адамдар кеткен соң олардың жоқтығы қатты сезіледі. Жамал әже сондай жанның бірі болды. Арада бірнеше ай өтті. Көктем келді. Қар еріп, жер бусана бастады. Қарттар үйінің ауласындағы ағаштар қайтадан бүршік атты. Табиғат жаңа өмірге қадам басып жатқанда, бұл мекемеде де көзге көрінбейтін өзгерістер жалғасып жатты. Бұрын келмейтін балалар жиі келе бастады. Бұрын үнсіз жүретін қариялар бір-бірімен көбірек сөйлесетін болды. Жамал әженің әңгімесі адамдардың жүрегінде үнсіз өмір сүріп жатты. Айдана бір күні есеп жүргізіп отырып, қызық нәрсені байқады. Соңғы айларда қарттар үйіне келушілер саны бұрынғыдан әлдеқайда көбейген екен. Кей адамдар ата-анасын жиі көретін болған. Кейбірі мүлде алып кетуге шешім қабылдаған. Әрине, барлық тағдыр бірдей өзгерген жоқ. Бірақ көптеген адамның өмірінде жаңа бет ашылған еді. Бір адамның өмір жолы ондаған адамның жүрегіне әсер еткен болатын. Сол күні Айдана дәлізде ілулі тұрған жазуға көз тоқтатты. Бұл Жамал әженің соңғы сөзі еді. Ата-анаңды жақсы көрсең, оны ертеңге қалдырма. Жазу өте қарапайым көрінетін, бірақ оны оқыған адамның жүрегінде әртүрлі ой оянатын. Біреу анасын есіне алатын, біреу әкесін ойлайтын. Біреу хабарласпай кеткен туысын еске түсіретін. Өйткені бұл сөздің ішінде әркім өз өмірінің бір бөлігін көремін. Әсел мен Айлин де Жамал әжені жиі еске алатын. Үйдегі ең құрметті орында оның суреті тұрды. Айлин мектептен келген сайын сол суретке қарап амандасатын әдет шығарған. Бала жүрегі өлімді толық түсінбесе де сағынышты түсінетін. Ол үлкен әжесінің енді келмейтінін білетін. Бірақ оның мейірімі әлі жанында жүргендей сезілетін. Бір күні университетте оған маңызды сұрақ қойылды. Өмірден алған ең үлкен сабағың қандай? Көпшілік мансап туралы айтты. Табыс туралы айтты. Арман туралы айтты. Ал Айлин сәл ойланып тұрып жауап берді. Ең үлкен сабақ жақсы көретін адамыңа оны жақсы көретініңді уақытында айту. Залда үнсіздік орнады. Өйткені бұл сөз әр адамның жүрегіне жеткен еді. Шынында да адам өмір бойы түрлі нәрсенің соңынан жүреді. Байлық жинайды, қызмет қуады, үй салады, жоспар құрады. Бірақ уақыт бәрінен жылдам жүгіреді. Бір күні артына қарағанда ең маңызды нәрсенің жанындағы адамдар болғанын түсінеді. Өкініштің ең ауыры жоғалтқан байлық емес. Өкініштің ең ауыры айтылмаған сөз. Берілмеген мейірім. Кейінге қалған қан кездесу. Жасалмаған қоңырау. Сондықтан адамға берілген әр күн мүмкіндік. Анаңды құшақтауға мүмкіндік. Әкеңнің жағдайын сұрауға мүмкіндік. Ренжіскен жанмен татуласуға мүмкіндік. Жақсы сөз айтуға мүмкіндік. Өмірдің құны да дәл осы мүмкіндіктерде. Жамал әженің оқиғасы осымен аяқталды. Бірақ оның қалдырған сабағы аяқталған жоқ. Өйткені бұл әңгімені тыңдаған әр адамның алдында бір сұрақ қалады. Егер бүгін соңғы мүмкіндік болса, кімге хабарласар едің? Кімге жақсы көремін деп айтар едің? Кімнен кешірім сұрар едің? Сол сұрақтың жауабын ертеңге қалдырма. Себебі уақыт күтпейді. Ал жүректен шыққан жылы сөздің дәл бүгін айтылғаны әлдеқайда қымбат. Әңгіменің түйіні. Ата-ананың қадірін олар жанымызда жүргенде білу керек. Ренішті ұзартқан сайын уақыт қысқара береді. Кешірім жүректі жеңілдетеді, ал мейірім адамды адам етеді.
Өмірдің соңында біз жинаған дүниеміз емес, сыйлаған жылуымыз ғана еске алынады.